Ассалаумағалейкум бауырлар. Еркебұлан Тоқтар өзіне жала жапқан адамды кешірді. Соны кешірмеуің керек еді сен, Еркебұлан. Түсінемін сені да, жас бала, қазақпыз ғой, қазақтың баласы деп жаның ашып кешіре сап тұрсың ғой. Түсінемін да, бірақ мынау ертең барып тағы бір қазақты алдайды да. Сен бүгін мынаны кешірмей, заң жүзінде жазасын бергенде ертең бір қазақтың баласын осылай алданудан қорап қалар ма едің? Міне, былай болғанда Еркебұланда тоқ бургер дейтін бургер сататын несі бар екен. Жаңа бургерді алғанда біреу өтірік видео түсірген. Мынаның еті піспеген, шикі деп. Содан Еркебұланның бургер жасайтын повары аспазын қорқытып ақша алып алған екен, бопсалап. Міне мыналарың шикі, чотан деп. Повар қорыққан, сұраған ақшасын берген. Қысқасы поварды қорқытып ақша сұрап алған да. Жас бала екен дейді да әгіні. Содан кешіре сапты бұлар. Мынауың бала емес, бәле ғой мынауың. Еркебұлан енді жас бала болғаннан кейін қазақ екен да, анау. Қазақ болғаннан кейін кешіре сап отыр да. Бұл жаңағы поварды қорқытқан кезде қазақ деп ойлаған жоқ та. Міне. Ал бұндай мошенник, аферист. Не үшін кешіру керек бұны? Мошенник, аферист. Жаман адамда ұлт жоқ әкесі. Оны кешірмеу керек еді, жазасын беру керек еді. Сол кезде келесі бір қазақты алданудан сақтайтын едім да. Міне. Жарайды енді. Тағы не етейін деп едім. Шынында да, оны қазақ деп Еркебұлан кешіріп жатыр да. Ол аферист, жаңағы мошенник, байқұс. Поварды қорққан кезде не ойламайды. Мына повар қанша сағат аяғына тік тұрып жұмыс жасайды. Бұнда ата-анасы балалар бар шығар, мынаны қарап отқан. Қоя салайын, осы жерден қайтайын десе болар еді ғой. Қазақтың баласы ғой бұл жүрген өзім сияқты. Қой. Тәуеме келейін деп қоя салса болар еді ғой да. Жоқ. Алғанда ана ақша сұрап алған. Вот осылай. Не бір бәлелер бар, бала емес, бәле бұл әкесі. Сол бауырым кешірмеуің керек еді, заң жүзінде жазасын беруің керек еді.